Бүгін сіздермен Pinduoduo сайтында продавецтермен сөйлесуді үйренетін боламыз. Pinduoduo сайтқа кіремін. Енді қажетті сообщениелерді жазамыз. Например, бұл жерде сообщениелерді жазған кезде келетін жері мына жерден оқып біліп жаза берсеңіздер болады. Мен алдын жазып сөйлескенмін қытайша аудармамен. Яғни мен мына коробкадағы сумканы алғым келді. Мен сұрадым, коробка бірге келеді ма деген сияқты. Ол я деп жауап берді. Рахметімді айтып шықтым. Осылай сіздер де жаза берсеңіздер болады. Қазір біреуіне жазып көрейік. Мына бір аяқ киім. Осыған сообщение жазғыларыңыз келсе, мына батырманы басамыз. Мына суретті шығып тұр, осының үстін бір рет басамыз. Сізде осы аяқ киім жайлы тема болып жатқаны белгілі болу үшін. Яғни сіз осыны сұрайын деп жатсыз. Бұл жерден тура Taobao сабақта көрсеткенімдей, переводчикке салып, аудармамен жазып, осында вставить етіп жібере берсеңіздер болады. Переводчикке салған кезде переводты қайта-қайта аударып көріңіздер, кейбір әріптер дұрыс аудармауы мүмкін. Сол себепті переводчикті қадағалаңыздар. Ең соңында уже келген кезде сообщение осы жерге біреу деп, болмаса екеу деп келіп тұрады. Мына жерде мен осы Dior сағатын, именно осы коробкамен келеді ма деп сұрағанмын. Ол жоқ, бұл коробка бізде таусылып қалды деген сообщение жіберген. Мен осыны скриндап алып, тек қана жаңағы аударма переводчикпен ғана отырып сөйлестім.